өте қанағаттандым. Сондықтан бірауыздан қол қоюымыз керек деп есептеймін. Ал мынау Сәбиттің баяндамасына келетін болсақ, өте дұрыс мәселе көтеріп отыр. Сондықтан халықтың атынан біз мемлекеттік органдарға жоғары жаққа хат жазатын болсақ, латын әліпби мәселесін Балатаған меселе бұрында айтқан латын әліпби мәселесін вообще көтермеуіміз керек. Біз көтерсек, жаңа айтып тұрған ұлтымыздың төл жазуы, төте жазуы. Соған көшу жолдарын айтуымыз керек. Өйткені біздің қазір ұлттарымыздың бәрі келешек. Біз қазір шалға дейтін газет шығарамыз. Төте жазудың республикада шығатын жалғыз әліпбидің жалғыз газет, сол еларалық газет, мына шетелдегі біздің Қытайдағы бауырларымыз сонымен оқиды әлі де Байтұрсын алфавитімен. Сондықтан осы жазуды біз айтамыз, қазір біз мұра ретінде жалғыз газет ұстап отырмыз. Біздің жаңа классиктеріміз кеше 29 жылдан бастап соған жазып кетті ғой. Архивтерде қалдырталайтын үйлер. Біздің бір ұрпақ соны қамдай алмай қалды біздің ұрпағымыз. Келесі енді көшіп тағы да сондай бұл басталады. Өйткені ол кеңестік үкіметтің жасаған саясат деп есептейміз. Өйткені латынға да көшті, кейбірге кетті. Қазір сондықтан біздің ұрпақ қазір дінге бет бұрып жатыр. Сіздер айтпасаңыздар да қазір олар арабтар өздері оқып жатыр. Келешек ұрпақ осы төте жазу, төл жазу ретінде өздері таңдап алады. Сондықтан біз халық оны тек қана сол төте жазу көтеруіміз керек деп ойлаймын. Латыншаны қозғауға керек.